Құрметті менің каналым оқырмандары, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін арманыңыз тез әрі жеңіл орындалу үшін не істеу керек, сол жайында айтатын боламын. Достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен арманды нақтылап жоспарлау керек. Арманыңыз қандай? Оны мүмкіндігінше нақты етіп жазыңыз. Мысалы, бай болғым келеді деп емес, айына 1 миллион теңге табатын бизнес ашқым келеді деп жазыңыз. Жоспар құрыңыз. Арманға жету үшін қандай қадамдар жасау керек? Қысқа мерзімді, яғни 1 ай, 6 ай және ұзақ мерзімді 1 жыл не 5 жыл жоспар құрыңыз. Күнделікті әрекет ету. Әр күн, әр аптада 1 қадам жасап отырыңыз. Ұсақ, бірақ тұрақты қадамдар үлкен нәтижеге әкеледі. Өзіңді дамыту. Білім алыңыз, жаңа нәрселер үйреніңіз, тәжірибе жинап, өз салаңызда мықты болыңыз. Өз-өзіңе сену. Кедергілер болса да алға ұмтылыңыз. Қорқыныш пен сенімсіздікті жеңуге тырысыңыз. Оң орта қалыптастыру. Сізді қолдайтын, жігерлендіретін адамдармен араласыңыз. Нәтиже бермейтін әрекеттерден бас тартыңыз. Мүмкіндіктерді пайдалану. Жаңа мүмкіндіктерді іздеңіз. Тәуекелден қорықпаңыз. Егер бір есік жабылса, басқа есікті қағыңыз. Шүкір етіп, мотивацияңызды сақтаңыз. Кішкентай жетістіктер үшін өзіңді мақтаңыз. Арманыңызға сеніп, сенімді жүріңіз. Ең бастысы әрекет ету. Армандап қана қоймай әрекет ету керек. Сіздің арманыңыз міндетті түрде орындалады. Достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар, каналға жазылыңыздар, жақсы сау сәлеметте болыңыздар.